Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Видео сабақ бойынша нұсқаулық. Бүгінгі сабақтың жоспары: жаңа сабақ, есептер шығару, өздік жұмыс. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. Бүгін біз 4-ші тарауды бастаймыз. Бірінші тақырыбымыз жазықтықтағы нүктенің координаталары. Жазып алыңыздар. Бүгінгі сабақта біз не білеміз? Бірінші, координаталық түзу туралы. Координаталық түзуде берілген нүктелердің ара қашықтығы. Координаталық жазықтықта берілген кесіндінің ортасының координатасы. Сабақтың мақсаты: координаталармен берілген есептерді шығару. Жаңа сабақ. Бірінші пункт: координаталық түзу. Бағытталған түзу сызайық және оны бірдей шкалаларға бөлейік. Ортасындағы О нүктесі координата басы. О нүктесінен оң жаққа қарай Е нүктесін белгілейік және бастапқы бірінші кесінді ОЕ бірлік кесінді деп аталады. О нүктесінен оң жаққа қарай бағытталған сандар оң сандар және ол өсу ретімен орналасады. О нүктесінен солға қарай теріс сандар орналасады және олар кему ретімен. Екінші пункт: координаталық түзуде екі нүктенің ара қашықтығын табайық. Координаталық түзу сызамыз. Түзудің бойынан екі нүкте белгілейміз. А нүктесі, Б нүктесі болсын. А нүктесінің координатасы x1, Б нүктесінің координатасы x2. Осы АБ кесіндісінің ұзындығын табу үшін біз x1-ді азайту керекпіз x2-ден және шыққан сан міндетті түрде модуль таңбасының ішінен шығаруымыз қажет. Берілген мәліметтерді жазып алайық. Екі нүктенің ара қашықтығына байланысты бірінші мысал. Координаталық түзудің бойынан екі нүкте алайық. А нүктесі, Б нүктесі. А нүктесінің координатасы 3, Б нүктесінің координатасы -2. Жазып алыңыздар. Осы А мен Б нүктенің ара қашықтығын табу үшін біз 3-ті азайтамыз -2-ден. Және берілген өрнекті модульдің ішіне жазуымыз қажет. 2 минус плюсті береді. 5-тің модулі 5-ке тең. Сабақтың келесі пункті: координаталық жазықтықта берілген кесіндінің ортасының координатасы. Ол үшін біз координаталық жазықтық сызамыз. Координаталық жазықтық екі осьтен тұрады. X осі, оны басқаша абсцисса деп атаймыз. Және де Y осі, оны басқаша ордината деп атаймыз. Екі ось бір нүктеде қиылысады. Бұл нүктені координата басы деп атаймыз. Артық нәрселерді алып тастайық. Осы координаталық жазықтық бойынан екі нүкте белгілейік. Нүктелердің аттарын берейік. А нүктесі,
Б нүктесі. А нүктесінің координатасы табу үшін біз x-ке перпендикуляр және y-ке перпендикуляр кесінділер жүргізуіміз қажет. Сол кезде қиылысқан нүктелер x1, y1 осы А нүктесінің координатасы болып табылады. Б нүктесін табу үшін дәл осындай x-ке, y-ке екі перпендикуляр жүргіземіз. Пайда болған нүктелер x2, y2 Б нүктесінің координатасы. Егер А мен Б-ні кесіндімен қоссақ, және осы кесіндінің ортасынан С нүктесін белгілесек, осы С нүктесінің координатасы x және y болсын. Яғни бүгінгі сабағымызда осы С нүктесінің координатасын табатын формулаларын қарастырамыз. А нүктесінің координатасы x1, y1 және Б нүктесінің координатасы x2, y2. Табу керек С нүктесінің координаталарын. X тең x1 қосу x2 бөлінген 2, y тең y1 қосу y2 бөлінген 2. Мұндағы x пен y осы С нүктесінің координаталары. Мына формулаларды есте сақтаймыз және келесі мысалда қолданамыз. Екінші мысал. Координаталық жазықтық сызамыз. Координаталық жазықтықтың бойынан екі нүкте белгілейік. А нүктесі, Б нүктесі. А нүктесінің координатасының қарастырайық абсциссасы 2-ге, ординатасы 3-ке тең болсын. Б нүктесінің абсциссасы -3, ординатасы -1-ге тең. Бізге осы АБ кесіндісінің ортасындағы С нүктесінің координатасын табуымыз қажет. Сызбаға назар аударсақ, x шамамен -0,5-ге, y шамамен 1-ге тең екенін байқап отырмыз. Оны формула арқылы есептеп көрейік. Берілгені А нүктесі 2-де 3, Б нүктесінің координаталары -3-те -1. С нүктесінің координаталары x және y-ті табамыз. Шешуі. Формула бойынша x-ті табу үшін біз x1-ді x2-ге қосып 2-ге бөлуіміз қажет. Бұл есепте x1, яғни А нүктесінің координатасы, x2 ол Б нүктесінің координатасы. Яғни осы екі санды біз бөлшектің алымына қойып қосып шықтық. Есептейік. 2 қосу -3, -1 бөлінген 2. Ондық бөлшекке айналдырсақ, -0,5 екені анықталды. Y 3-те -1. 3 және -1 ол А мен Б нүктесінің ординаталары. Арифметикалық есептеулерді жүргізсек, Y-тің мәні 1-ге тең болып шығады. Сонымен жауабы С нүктесінің координатасы -0,5 және 1. Жақшаның ішінде міндетті түрде бірінші x-тің мәні жазылады, екінші y-тің мәні жазылады.
сызбадан артық нәрселерді алып тастасақ, яғни С нүктесінің координатасы шығады. Бұл тақырыпты бекіту үшін өздік жұмысын жасайсыздар. Дәптермен жұмыс оқулық бойынша 122 беттегі номер 1-ші есеп, 123 беттегі номер 7-ші есептің А пункті. Сабақ аяқталды.